Баршаңызға қайырлы күн, достар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен сіздерге тауықтың аяқтарынан кешкі ас дайындаймын. Ол үшін бізге тауықтың аяқтары керек болады. Өстіп жуылған таза тауықтың аяқтарын қалың еттерінен тіліп маринадтауға дайындаймыз. Дайын болған аяқтарды ыдысқа салып, үстіне приправа қосып, яғни шашлыққа қосатын дәмдеуіштерді мен үстіне сеуіп қойдым. Ерекше дәм және иіс береді. Ішінде көптеген дәмдеуіштер бар. Және де сұйық май үстінен құйып, бір жақсылап араластырамыз. Кейін артынан 2 тіс сарымсақты, яғни чеснокты тазалап, өстіп, майдалап турап, үстіне саламыз да, қосып жақсылап араластырып, біраз уақытқа жауып қоямыз. Енді бізге керек көкөністер. Көкөністерден пияз, бір бас үлкен дәу пияз, және 4-5 картоп, және 2 сәбіз қажет. Және де менде өткенде қалған басай бар еді, басайымды тураймын. Пиязды, басайды, бәрін, көкөністердің бәрін 4 бұрыштап турап, бір ыдыста араластырамын. Келесі сәбізімізді тураймыз. Келесі картопты да 4 бұрыштап турап, көкөністердің үстіне қосамыз. Дәміне қарай түс беретін паприка қосамын мен. Және де молотый дейді, қара бұрыш себеміз. Бұл да керемет дәм және иіс береді. Ендігі біз фольгаларымызды 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Фольгаларымыз дайын. Енді дайындаған салмамызды фольгамыздың ортасына салып, 2 қасықтан салсаңыздар болады. Ортасын кішкене ұяшық етіп, тауықтың аяғын ортасына қойып, және де мен сары майдан жарты қасық саламын. Бұл яғни сары майды қосу себебім құрғақ болмайды. Және де картоп негізі майды жақсы көреді ғой. Сол себепті құрғақ болмас үшін сары май қосамын. Енді фольгамызды өстіп, жоғары қаратып жинаймыз. Жыртып алмай, жан-жағын жинап, осындай торба жасаймыз. Ал біріншіміз дайын. Менде 8 порция шықты. Әр порциясын өстіп, салып, қызып тұрған 200 градус пеште духовкаға саламыз пешімізге. 40-45 минуттан кейін алып көресіздер. Пешіміз дайын. Уақыт кетті. Ол уақытқа дейін гарнирге мен күріш дайындап жіберейін. Оған 1 кесе күріш қажет. Күрішті жуып, үстіне тұз сеуіп,
және де ортасы жабыспас үшін сұйық май, бір қасық, ас қасық сұйық май араластырып отта қоямыз. Қайнағанда астын бәсеңдетіп, қақпағын шетін ашып қоясыздар. Қақпағын көтеріп жібереді. Міне, гарниріміз дайын, керемет. Міне, дастарханға кешкі асымызды сәндеп қойдық. Ас болсын, өте және тез, оңай жасалады және диеталық тамақ болып саналады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.